Ассалаумағалейкум. 9-шы тамыз 2026 жыл авторынок Барыс, Алматы облысы, Қаскелең қаласы. Базар қайттан кішкене тіріліп жатыр. Мына енді кішкене жылы ескі машиналарды көрсетіп жіберейік. Карина Еден бастап былай қарай жүреміз ғой. Адамда, машинада көп екен бүгін. Салыстырмалы түрде 92 саудасы бар, 1.6 механика, 1.100.000, 700, 965 4686 деген номерде Карина Е. Саудасы бар. Çıtır. 13-14 жылғы 1.850, 702, 641, 5576 деген номерде 14 бар. BMW E38 ғой, 95 жылғы. 4-4, патех паспорты 3, ценасы 3.200.000. Вариант қарастырады, авмен, артынан көрсетіп жіберейік. Телефон номер жоқ, бірақ базарға келіп тауып алсаңыздар болады. Қала жақтан келген кездегі бірінші сайыз ғой, арзан қатар. Арзан жағы былай қарай жүре берсең кішкене машина қымбаттай береді, короче. Ең арзан жағы мына жағында спецтехникалар тұр. Мұнда да тұр. Содан прямойлап кірген кезде тұр BMW. Бүгін келе алсаңыздар. Енді мен видеоны кешірек салатын болғасын, бүгін деп айтпай қойын. Келесі базарға тұратын болса келіп қарайсыздар осы маңайлардан. Мынау Mazda 626 ма? 2001 жылғы 2 литр механика, 1,5 миллион дейді. 778, 801, 11, 18 деген номерде. Мыналардың номері жоқ. Мұнда бағалар ештеңе жазылмаған, мынаны көрсетейік. Skyline, Nissan, матовый. 97 жылғы, оң жақ руль, 2 литр автомат. 2.200.000 бағасы, саудасы бар дейді. 707, 259, 3343 деген номерде. Сондай Skyline бар. Lada, семерка, 2011 жылғы семерка. Бағасы 1.3 миллион 300, 700, 525, 2989 деген номерде. Лавойында трещинасы да бар екен. Осындай. Legacy, Subaru. 96 жылғы Legacy. 2 миллион бағасы. Полный привод 747, 988, 1949 деген номерде. Капот насты осындай ғой, короче. Лонжерон, телевизор. Нормально сияқты. 2 миллион. Сэшканы көрсетпесек болмайды енді. Тоқсан жетінші жылғы 2.8 автомат. 280. 2 миллион 200 бағасы. 707, 751, 57, 84 деген номерде. Мінген жүргізген адам мына машинаның кайфын біледі негізі. 1.100.000 бағасы. 1.8 механика, 93 жылғы. 708, 590, 45, 25 деген номерде. Бенто ма немене? Гольф тройка екен. Ысқырғанға шатасып қалдық қой, біреу қолын сілтеп жатыр да, танитын жігіттер түсір жібер деп жатыр. Мерседесті де 91 жылғы 2.3 бағасы жоқ екен да, бірақ 747, 504, 85, 79. Гольф тройка 1.100.000. Мына бағасы жоқ. Срочно продам. Люберти дейді ма? Nissan Liberty 99 жылғы. Договорная 747, 870, 80, 78 деген номерде. Праворульный. Келісіп аласыңдар бағасын. Honda HRV. Оң жақ руль 2000 жылғы 1.6 автомат. Передний привод 2,5 миллион. 878, 971, 8007. Вариант қарастырады.
варианты дегендердің көбісі ауыстыруға, сдаплатай, жерге, үйге, хоть неге ауыстыра береді, машинаға деген сияқты. Kia 2003 жылғы Нестик деймі, бірдеңе деп жазылып тұр. 2.4 автомат 1.600.808 341 7643. Кияның қандай екенін білмей тұрмын мен. Санатаның несіне ұқсайды екен алдына. Жылы ескілеу санаты. На RX көрсетті. RX 2.3 литр 4.800.000 705 777 90 77 3 литровый. Харьер емес, сол жақ руль RX. Оң жақ руль болады, Харьер дейтін. Golf тройка 93 жылы. 1.8 автомат 1.550.000. 700 989 2388 деген номерде. Golf бар, короче. Рунер ма? Раннер ма? Рунер ма? Қалай айтылады ма? 96 1.8 механика. Бағасы жоқ осы номерде. Golf 4 четверка 2002 жылғы 2 литр автомат 180 мың пробег 3 литр. 3 миллион 2 литр 747 829 39 70 3 миллион теңгеге Golf 4 бар осындай. Цефиро ма? Креста ма? Креста 100 дейді. 96, 2.5. Автомат 2,5 миллион. 708, 607, 61, 10. Оң жақ руль. Капот ашық тұрған кезде байқалмай қалған ғой. Осындай Креста. Байқан көрсетпе дейді. 94 мың байқан. Ойбай 97 екен алыстан көрмей қалдық. 2.2 механика. Саудасы жоқ 2 литр. 2.2 2 миллион. 747 715 99 19 2 миллион. Мыналар 97 жылғы BMW-лар ғой. 2010-11 жылғы F-10-тар Кореядан 3 миллион 800 бен енді кете береді ғой жағдайына қарай. Ең төменгісі 3,5 3.8-ге келеді. Кореядан уже шіріп жатыр асты. Қараңыздар. Пароктар кетіп жатыр уже. Егер Кореядан тапсырыс беріп F-10 аламын десеңіздер, 2 литр твин турбо, 3 литр твин турбо, неше түрлі варианттар бар. Хабарласыңыздар. Кореядан BMW-лар жақсы состояниемен келеді. Өзім көзіммен көріп, жүргізіп, талай адамға алып бердік. Өзімізде бір братандар мінген, сондайды жүргізіп те көрдік. Өте жақсы состояниемен келеді екен BMW-лар. Наяқтан 2 миллионға андай бітіп қалған 97 жылғы BMW алғанша 3 миллион 800-ге алдыртып алып, асықпай растаможкасын төлеп, транзит номеріңізбен жүре тұрсаңыз, ақшаңыз жинап, утиль первичкасын төлейсіз. Примерно бір 8,5 сондайға барады енді. Қазақстанда төлейтін нәрселер өте қымбат. Сол үшін машина арзан болып тұр ғой. Қазақстанда төлейтін нәрсеге қарағанда машинаның бағасы арзан болып тұр. Растаможка, утиль первичканың бағалары өте қымбат. Осындай каналға тіркеліңіздер. Мына жерде кішкене пустау етеді қойды. Бар еді бұрын машиналар. Мына жағы енді сәл қымбаттау басталады қазір. Мына жақтан қазір Camry, кроссовер деген сияқты машиналар бөліп түсіретін көрсететін боламын. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып жіберіңіздер астына. Астына бір негатив болса да бір комментарий жазып жіберіңіздер. Осындай.